Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім. Бүгінгі видеода қалампырдың пайдасы мен емдік қасиет туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қазақша контентті қолдап, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиетте орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді. Қалампыр А. Бета-каротин, С. аскорбин қышқылы, Е. токоферол, К дәрумені, ПП дәрумені және Б дәрумені Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, Б9 тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 май қышқылы да кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттардың арқасында қалампыр халық еміне кеңінен қолданысты болатын дәрі. Халықтық еміне тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Бұл үшін бір десерт қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпа үшін 1 шай қасық қалампырды 1 литр суға салып отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып шыны ыдысқа құю керек. Қалампыр қандай дертке дауа болады? Ауыз қуысы ауруларымен емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кәрі түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң оң нәтижесін береді. Мақа тәбетіңіз тартпаған кезде 1-2 дана қалампырды шайнаңыз, арнаңызға ашылып, тәбетіңіз артады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Ағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде, бадамша, без қабығында қалампырдың тұнбасын көмегіне жүгіңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жаза алады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зайтун майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оның орташа отқа қойып қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге де болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сонымен ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Сыздауық шығып жаңыңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханаларда қымбат дәрілеріңізде әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Диабетімен ауырғандарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызға сақтай алады. Бірдің құрттан да құтқаратын қасиеттері бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Ескеріңіз, қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру керек. Алғашқы күні шым-шым, екінші күні шай қасықтың ұшымен қабылдайсыз. Емді айға жалғастырасыз. 1 айға дейін 1 ас қасық жеткізу керек. Қалампырдың әйелдерге пайдасы. Қалампыр ерте заманнан бері гинекологиялық ауруларды емдеуге қолданылған. Етекер циклін қалпына келтіреді. Менопауза белгілерін жояды. Предменструалдық синдромы жеңілдетеді. Қатар қалампыр эмоционалдық саланы тамаша үйлестіреді. Жүкті әйелдер дәмдеуіштерден бас тартуға мәжбүр болады. Дәмдеуіш жатырдың тонусын ынталандырады және төтенше жағдайларға түсік түсіруге немесе мерзімнен бұрын босануға әкелуі мүмкін. Қалампырдың ерлерге пайдасы. Адамзатты күштің жартысы үшін дәмдеуіштерден пайдалы болады. Ол табиғи афродизиактарға жатады. Потенциалды жақсартады және простатиттің алдын алудың тамаша құралы болып табылады. Қалампыр бұлшық ет кернеуін жеңілдетеді және қан қысымын тұрақтандырады. Сондықтан оның денеге әсері физикалық күш салудан кейін әсіресе пайдалы болады. Балаларға қалампырдың пайдасы. Гастроэнтеролог Анна Зиялова ескертеді. 3 жасқа дейінгі балалар және 2 жасқа дейін қалампырға қарсы
дәмдеуіш аллергия тудыруы мүмкін. Бірақ егде жастағы балалар үшін дәмдеуіш оның иммуномодуляциялық қасиеттері мен антипаразиттік әсері үшін пайда болады. Қалампырдың зияны. Қалампыр қан қысымының жоғарылатуы мүмкін. Гипертониясы бар және жүрек тамыр жүйесінде ауыр бұзылулары бар адамдар жеу ұсынылмайды. Менструация кезінде дәмдеуіштер де қажет емес, өйткені оның құрамындағы белсенді заттар қанды жұқартады. Бұл қан кетудің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Қорыту проблемалары бар адамдар бұл дәмдеуішті сақтықпен қолдану керек. Қалампыр тәбетті ашады, өйткені оның құрамында эфир майлары көп. Егер адамның асқазанының қышқылдығы төмен болса, қалампыр көрсетіледі. Керісінше, егер қышқылдық жоғары болса, онда дәмдеуіштерден теріс пайдаланбау керек. Қалампырдың медицинада қолданылуы. Қалампыр халық медицинасына сұранысқа ие. Асқазан, ішек аурулары, панкреатит, қант диабеті, ауыз қуысының қабынуы, тері бөртпесі және басқа да проблемалар үшін тиімді деп саналады. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тыңдағандарыңызға рахмет.